Оргазм болмаса адам тез қартаяды. Негізгі мұның да еш дәлелі жоқ. Оргазм алғанда адам ішіндегі негативтің бәрін сыртқа шығарып жеңілдеп қалады. Қозып жыныстық қатынасты қалап тұрғанда клитор аймағы да іште қызады. Сосын сол қызу сыртқа шықпаса, яғни оргазм алмаса, іште қалып қоя береді. Бұдан невроз басталып, адамның көңілі толмаған соң ашушаң болып кетеді. Жиі қайталанса, күйзеліске де түсіруі мүмкін. Ал күйзеліске бейім адам жылдамырақ қартаяды. Бірақ солай екен деп әр сексті оргазмға жеткізу міндет емес. Жай ғана рахаттану үшін де жыныстық қатынасқа түсуге болады. Кейде екі серік оргазм ала аламын ба дегенді ойлап жататындықтан денесін босаңсыта алмай қалуы мүмкін. Бірақ жыныстық қатынаста оргазм алу деп қана емес, әйел мен ер арасындағы интим, сөзсіз нәзік байланыс деп түсіну керек. Гинеколог қызығынан айырылғанын анықтай алмайды. Әйел арнайы креслоға отырған соң гинеколог оның қызығынан айырылып-айырылмағанын бірден анықтайды. Қызық перде қалың немесе жұқа болуы мүмкін. Формасы да әртүрлі болады, бірақ тәжірибелі маман қыздың жыныстық қатынасқа түсіп-түспегенін бәрібір біле алады. Жыныстық қатынас барлық ауруға ем, бұл да өтірік. Күйеуге шықпаған қанша әйел бар. Олардың барлық ауруын, күйзелісін интимге тіреп қою қате. Бұған қоса гинекологиялық ауруға шалдыққан әйелдер де бар. Олардың өзінде секс бар екені анық қой. Безеуден құтылу үшін де жыныстық қатынасқа түсу керек деген пікірді естиміз. Бұл ақылға қонымсыз, дәлелі жоқ қой. Сонымен қатар, денсаулыққа пайдалы деп ер адамның шәуетін ішетін әйелдер де бар. Әжімнің алдын алады деп. Бетіне жағатын қыз-келіншектерді де білеміз. Бұл нәжіс. Ал адамның аққан сұйықтық ішу денсаулыққа зиян. Жыныстық қарым-қатынас туралы жалған деректер. Бірінші, тек жыныстық мүше арқылы оргазм алуға болады. Оргазм тек ер адамның мүшесі әйел адамның қынабына кіргенде ғана болады деу қате. Себебі оргазмды қолмен, вибратормен де оятуға болады. Адамдар көп уақытқа дейін өзге адаммен жыныстық қатынасқа түскісі келмеуі мүмкін. Некесіз қатынасты өмірлік ұстанымына қайшы дейтіндер де бар. Бірақ жалпы адам жыныстық қатынасты қалап тұрады. Бұл қалыпты нәрсе. Біреумен жыныстық қатынасқа түскісі келмейтіндер қолмен мастурбация жасап өзін қанағаттандыра алады. Бірақ мастурбация құпталатын дүние емес. Күнде немесе аптасына 4-5 рет мастурбация жасайтын адам серігімен жыныстық қатынасқа түскенде ештеңе сезбей қалуы мүмкін. Миында үнемі өзім мастурбация жасап ләззат алып ала салайын деген ой тұрады. Мұндай жағдайлар көп. Әйелдер әдетте душ арқылы вибратормен өздерінің қанағаттандыра салады да күйеуімен қосылғанда оргазм ала алмай жатады. Бұл тәуелділікке айналса, адам терапия алуы керек. Етеккір кезінде жыныстық қатынасқа түсуге болады. Болмайды. Етеккір кезінде жатырдың мойны ашылып, ол жерден қан ағады. Мұны бір ашық жара деп түсінген дұрыс. Мұндайда ол жараға жыныстық мүшені кіргізген дұрыс емес. Қынапқа инфекция түседі. Етеккір қаны таза қан. Тек ауада ұзақ қалған соң иісі шығуы мүмкін. Бірақ біз қаншалық таза екенін білмейміз. Сондықтан мұндайда әйел ауырып қалуы мүмкін. Бірақ етеккір кезінде әйелдің жыныстық қатынасқа түскісі келетіні қалыпты нәрсе. Себебі етеккір келді деп либидо өліп қалмайды. Белден төмен мүгедектігі бар. Белден төменгі мүшелері сал адамдар жыныстық қатынасқа түсе алмайды. Бұл белден төмен мүгедектігі бар адам мен сау адамның жыныстық қатынасқа түсе алады. Оған мысал да көп. Бастысы бұндай адамдар дұрыс поза таңдау керек. Бұған қоса оны оргазмға жеткізу үшін 12 мүшесі сау серігі көбірек күш салуы керек болуы мүмкін. Демек, ұзағырақ аймалап, көбірек жылы сөз айтып, эмоция жағынан елте алу керек. Миға әсер ете білу керек қажет.
Қынаптың түсі ақ болу керек. Адамдар порнография көріп алып, жалпы жыныстық қатынасқа қатысты жалған қиялға сеніп қалуы мүмкін. Ол роликтердегі адамдар актерлар екенін түсіну керек. Бұл бейнелерде әйел адамның қынабы ағартылған. Бәрі мінсіз етіп көрсетіледі. Ал шын өмірде келгенде адамдар қынаптың түсі соншалық ақ емес екенін, ер адамның мүшесінің өлшеміне қатысты да стандарт жоғын, серігінің дене бітімі сол бейнелердегідей емес екенін көреді. Серігі тура сол кадрлардағыдай аймалауы мүмкін. Немесе олай істеген күннің өзінде жеткіліксіз болуы мүмкін. Тіпті серігі мүлдем ештеңе білмейтін, тәжірибесі жоқ болып шығуы да мүмкін. Сондықтан абзалы порно видеоларды көрмеу керек. Адам бұған тәуелді болып қалатыны ғажап емес. Тек бірнеше жылдық отбасылық өмірден соң жыныстық қатынасқа ынтасы мүлдем өшіп қалған жұптар бірге отырып түрлі жыныстық қатынас сахнасын көруіне болады. Қартайғанда жыныстық қатынас болған маңызды емес, 60 жастан кейін секс болмайды деген бұл қате пікір. 40-45 жаста әйелдерге климакс басталғандықтан көбі сонымен жыныстық өмір де бітеді деп ойлайды. Негізі бұл тек етеккір тоқтап, енді әйелдің бала босана алмайтын белгісі, ал басқасы сол қалпында жалғаса береді. Ер адамның жыныс мүшесі тұрмай қалған сияқты урологиялық проблема болмаса, 60 жасада ерлі-зайыптылар бір-бірін қанағаттандыра алады. Ал мұндай проблема болмас үшін ерлер үнемі спортпен шұғылдану керек. Жалпы жыныстық өмір жарқын болу үшін әйелде, еркекте салауатты өмір салтын ұстану керек. Әйелдер бимен немесе йогамен айналысуына болады. Екеуі де үнемі дұрыс тамақтанып, ұйқысы қанық болу керек. Мастурбация жасайтын еркектер бедеулікке бейім болады. Бұл да көп тараған мифтің бірі. Қанша мастурбация жасаса да, одан ер адам бедеу болып қалмайды. Бедеулікке генетиканың, спермограмманың, сперматозоидтардың қозғалысындағы әсер етеді. Әр адам шәуеті жатырға түскенде ұрық жасушамен сперматозоид қосылып, ұрықтану процесі жүреді. Сперматозоид қозғалыссыз болса, ол ұрық жасушаны жетпей, яғни мақсатқа жетпей өліп қалуы мүмкін. Ал бұның басты себебі қозғалыстың аз екені, спортпен шұғылданбау. Жыныстық қатынасқа жиі түсіп салмақ тастауға болады. Бұл да жалған. Айналаға қарасақ, артық салмағы бар адамдар бар екенін көреміз. Бірақ оның көбі жыныстық қатынасқа түседі. Сондықтан бұл миф. Тек жиі секспен айналысқан адам үнемі тонуста болып, энергияға толып жүреді. Бірақ бұл салмаққа мүлдем әсер етпейді. Демек, салмақ тастау үшін секспен айналыспау керек. Керісінше керемет сексті қалайтын адам әуелі салмақ тастау керек. Себебі артық салмағы бар адам төсекте өз денесін еркін басқара алмауы да мүмкін. Түрлі позаның да қолдана алмайды. Былай қарасақ, залға барған адам кемі 1 сағат түрлі жаттығу жасайды. Ал секспен 1 сағат бойы айналыса алмаймыз ғой. Еркектер үнемі сексті қалап тұрады. Бұлай болу мүмкін емес. Себебі ерлер де адам баласы, олар да шаршайды. Ер адам әйелге қарағанда жылдамырақ қозады. Әйелді көрді, қалады, ойлады, қосылды, бітірді дегендей. Ал әйел адамның жалаңаш жүрген ер адамды көріп, қиялға беріліп кете салуы қиындау. Әйелдер алдымен көңіл күйін дұрыстап, іштей дайындалып алуды дұрыс көреді. Сондықтан үнемі ер адам төсекті қалап тұратындай көрінеді. Бірақ бұл ондай еркектер жоқ деген сөз емес. Бұл жай адами ерекшелік. Күнде жыныстық қатынасқа түскісі келетін ерлер мен әйелдер бар екені сияқты, айына 1-2 рет төсек қатынасы жеткілікті санайтын ерлер мен әйелдер де бар. Бұл жыныстық конституция деп аталады. Отбасында мұндай жағдай болса, екі жағы есептеп ортақ шешім шығару керек. Бірақ ер немесе әйел адам қозып, бірін-бірі қалай тұра, жыныстық қатынаста оргазм ала алмай жатса, уайымдауға болады. Мұндайда сексологтар, урологтар, гинекологтарға көмектесе алады. Жыныстық актінің орташа ұзақтығы 30 минут. Негізі
екі адамда 7 минутта оргазм ала алады. Бірақ бұл үшін жыныстық қатынастың кіріспесі жақсы болу керек. Екеуі де жақсылап дайындалу керек. Оргазм алуға 1,5 минутта жетеді дейтін клиенттер бар. Бірақ ер адамның қуық асты безі қабынса, простатит жыныс мүшесі сезімталдығын жоғалтады. Мұндайда жыныстық қатынас созылып кетіп 30-40 минут болуы мүмкін. Кейбір еркек мұны мақтан айтады, бірақ бұл дұрыс емес. Себебі әйелдің интим аймағы сонша уақыт суланып тұрмайтындықтан шаршап қалады. Орташа ұзақтық 10 минут. Простатит емделеді. Емі ұзақтау болуы мүмкін. Ең абзалы ауырмаса да еркектерді әйелдерде 6 ай сайын дәрігерге қаралып тұру керек. Жыныстық қатынасқа түскенде өзіңіз үшін де, серігіңіз үшін де жауапкершілікті сезінген маңызды.